Сәлеметсіз бе, Мұратбек Кажалович. Сіз көп жылдар бойы осы қалалық кітапханада ағаш шебері болып жұмыс атқарып келесіз. Осы шеберлігіңіздің арқасында көзге көрінетін көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Осы орайда менің сізге бірнеше сұрақтарым бар еді. Бірінші сұрағым, ағаш шебері жұмысына қалай келдіңіз? Бұл кәсіпке деген қызығушылығыңыз қайдан оянды? Мен кішкентай кезімнен ағаштан нәрселер істедім. Менің ағаларым өте шебер адамдар болған. Соларға қарап мен де кішкентай кезімнен ойыншық жасап, сондай жұмыстар істедім да. Көрген сайын сол кішкене қолға келетіндердің бәрін істедім. Яғни балалық шақтан оянған ғой, бұл қызығушылық. Жақсы. Келесі сұрақ, сіз көбінесе қандай ағаш түрлерімен жұмыс істейсіз? Қолданылатын құралдарыңыз туралы айтып бере аласыз ба? Осы жұмыста қолданылатын. Бізде өнерде қайын, қарағай ағаштар бар. Сол көбінде мен істеймін. Балтаның басын, сабын қайыннан істеймін. Нелер істеймін, тумбалар істеймін, үстелдер істеймін. Сол қолдан келетін бәрін бұйымдар жасаймыз. Өте керемет. Қорытындылау мақсатында сізден ағаш шебері болуды көздеп жүрген жастарға қандай ақыл кеңесіңізді берер едіңіз? Және олар қандай қабілетке ие болу керек? Ағаш шебері болам деген жас ұрпақтарға айтарым, бұл жұмысты жақсы көру керек. Бұл мамандық қоғамға өте керек және жақсы мамандық деп айтамын. Және де қандай қабілетке ие болу керек? Осы жастарымыз қандай болу керек? Жұмысына тырысып, жақсы еңбекқор болып бағасы. Және де төзімді болу керек сияқты бұл мамандыққа. Жақсы, Мұратбек Кажалович, уақыт бөліп сұхбаттасқаныңызға алғыс білдіремін. Сіздің қолыңыздан шыққан әр бұйым көптің көңілінен шығып, шеберлігіңіз шыңдала берсін. Қолыңыз аман, деніңіз сау болып, жасаған еңбегіңіз берекелі болсын дегім келеді. Әумин, рахмет.